шығады. Сол обашықтан шұғаны белгісіне тура түсеміз. Шұғаны белгісі дегеннен? Таума? Жоқ, әншейін бір обашық қой. Сіздер білмейсіздер, жақсыздар ғой. Мен қайдан білейін? Мұнда алғаш рет келіп тұрмын ғой. Жүр, онда айтайын. Сәлем Шұғадан, қалың қалай? Мезгілімен көрістіңіз-ау, қалың жақсы, тәуір жеттіңіздер ме? Иә. Мынау аттан түсіп жатқан кім болады? Абдрахман ғой деймін. Қай Абдрахман? Қазақбайдың баласы. Әлгі учитель баласы ма? Дәл өзі. Өзі жап-жас жігіт екен ғой. Қыздар, жігіттер, Ақсүйек ойнамасына қалай қарайсыңдар? Онда қайтыңдар. Шұға, сол жерде Абдрахман болады, жүр. Шұға, тоқташы. Бұл хатты саған Абдрахман беріп. Сіз бір айсыз нұрландырған аспанды, уландырған жас жанды. Біз бір ғарып паналаған саянға, жас жүректе мықты жара басталды. Кірді нұрым отты жақты ішіме, көтерейін деп сен алмаймын күшіме. Бірінші зар шықты тілден мұңданып, бұдан бұрын айтылмаған кісіге. Жас жүректің жалқынды деп тілегі, жарамдысын сізден қалап тіледі. Әзіріне үміт қаптың тауындай, жазмыш түрік жауап қайтса біледі. Минут, сағат, күндік айлық қол емес, тілейтінім, жүдейтінім ол емес. Көрсе қызар, антын бұзар қыл жақпас, тұрлауы жоқ, әсіре қызыл мен емес. Бір көргенде сиқырлана бақыл ой, бал сөзінде қалды ұмтан бір қанбай. Қырық бүктеліп келсе хатын тұмардай, жылы жүзбен көңілді жай қыландай. Болат деген жалғыз ауыз сөз тапса, көңіліме сақтар едім құрандай. Деп сеніп едім, құрбандыққа басымды беріп едім. Айтылған сөз, уәде сертім үшін, атса бұлтып шұғашан келіп едім. Бұрын жақын ауылың алыстады, бұғамды бір дұшпан қалыспады. Екеумізді ынтықтып екі жақты. Абдрахман дегенім. Мен. Айда кейін босқа барамыз. Мен не кінәм бар? Мен білмеймін, пристав шақырып жатыр. Амандысың Шұғажан. Әже, қарағым. Мені оңаша қалдырмызшы. Қалдырайын қарағым. Жайың қалай, тәуір мүсің? Тәуір емеспін, тәуір болды сұрамаймын деп. Әкем ауыр болған соң аяп отыр. Дертім жазылса, қайтан өз кесеуіне басады ғой. Оның маған керегі не? Жазылсам көрермін. Әй, қайдан, көре алмаспын оны. Құдай жазған болса бәріміз де көрерміз. Ажарыңыз тәуір ғой, жазыларсыз. Жазылмаймын, жазылмаспын. Жалғыз ақ арманым бар. Түнеу күні көргенде Әбдрахман бір ауыз сөз айта алмап еді. Ендігі жаным шыққанда арманым, бетіме бетін тигізіп шығам десе, жаным шыққанда бұл дүниеде армансыз өтер едім. Әй, қайдан, жоқ. Шұға! Жігіттер, естідіңдер ме? Шұға қайтыпты. Шұға десе, шұға еді-ау. Абдрахман! Бұны саған Шұға кетер алдында беріп жіберіпті. Әуре боп неге біткен ажар көрік?
ішіңе от түсірдің қылқан көріп. Гүлдену жас өмірде мақсұт боп еді, серттесіп, қол алысып, уәде беріп. Жолыңа құрбан қыбем жан мен тәнді, дариға айтылған серт болмай қалды. Көре алмай ақтық минут дидарыңды, арманда жан тапсырған мен бір зарлы. Хаты деп ақтық жазған ғашық жардың, есіңе ал дұғаңа мен ынтызармын. Қош, сау бол, ойнап күліп жолығармыз, астында ақ туын пайғамбардың.